Сақ, ғұн, үйсін көк түріктер заманында үш құралды патшалардың мүлкі деп есептеген. Ол алмас қылыш, алтын тостаған және сарала қамшы. Сол дана бабаларымыздың жолмен жүрген халқымыз әлі күнге дейін қамшына кие тұтады. Тіпті оны қолдану, тұтыну төңірегінде де ғасырлар бойы қалыптасқан дала заңы бар. Бүгін этнограф Болат Бопайдың зерттеулеріне сүйене отырып, солардың бір қатарына тоқталамыз. Ұлы ер жетіп, қалыңдық таңдайтын кезде қызды ауылға алғаш қыдыруға шыққан жігіттің әкесі ұлына ерекше сәнмен өрілген қамшы ұстатады. Оны неке қамшы деп атайды, себебі қалыңдық тауып, құда түсіп, той жасап, неке қидырған соң, сол қамшыны ырымдап, ақ отаудың босағасына іліп қояды. Соның нәтижесінде екі жастың махаббаты баянды болады деп сенген. Құдалық жөн жоралғысында қамшы ілу, қамшы қайтару дәстүрлері болған. Ол бойынша құда түсе келген адам үйдің төргі жағына белгі ретінде қамшы іліп кеткен. Егер қыз жағы айнып қалса, қамшыны иесіне қайтарып берген екен. Қамшыны оң қолға екі бүктеп ұстайды. Сол қолына ұстаса, ісі ілгері жүрмейді, бағы байланып, жолы жабылады деп ырым етеді. Ал бағыт бағдар сұраған әлде біреулерге жол нұсқап көрсеткенде сұқ саусағын шошайтпай, оң қолына екі бүктеп ұстап тұрған қамшысымен нұсқап көрсетеді. Бұл адамның әдептілігін көрсеткен. Қамшыны ілудің де өзіндік мәдениеті ырымы болған. Мысалы, ерлі зайыптылардың екеуінің де көз тірі болса, бұлай екі бүктеп білген. Ал ері қайтыс болған шаңырақта қамшының өрімін салбырата ілген. Соған қарап, үйге келген бейтаныс адамдар отанасына көңіл айтқан екен. Ұл баланың тұсауын кескенде 7 қадам алға жүргізіп, тұсауын кесе сала қолына қамшы ұстатады. Онысы ел билеген, жер қорғаған ер болсын деп ырым еткені. 7 жасқа толғанда тай мінгізу салтын атқарғанда, тағы да қолына қамшы береді. Ол қамшысы қолынан түспесін деген ырым. Қазақ қамшы ілінген үйге жын-жыбыр кірмейді деп, қамшының қасиеті мен киесіне күмәнсіз сенген. Мысалы, есі ауысып ауырған адамды сарала қамшымен ұшықтап, дертінен айықтырып алатын болған. Бұл қазақша факт айдары. Біз халқымыздың наным сеніміне негізделген дәстүр жоралғыларды тереңірек түсінуге көмектесеміз.